Сәлем достар, баршаңызға сіздерге мен кешкі асқа жеңіл тіске басар салаттың түрін ұсынғым келіп отыр. Өте нәзік көрінеді, дастарханның көркін ашып жасап көріңіздер. Сондай ұнайды деген сеніммен айта аламын, өйткені өте нәзік, жегенде дәмі керемет болып шығады. Менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетуді ұмытып кетпеңіздер. Видеомды соңына дейін тамашалаңыздар. 40 қабатымызды алып, осындай төрт бұрышты етіп туралап аламыз. Ыдысымызға салып, тұзымыз бен қара бұрышымызды саламыздағыны қолдың көмегімен жеңіл түрде осылай жақсылап араластырып аламыз. Қатты мұжғыламаймыз, су шығып кетуі мүмкін, сондықтан жеңіл түрде араластырамыз. Қиярымызды алып, осындай полоска ретін туралап аламыз. Осылай краб таяқшаларын алып, оны да тураймыз, жаңағы ыдысымызға саламыз. Ретімен 40 қабат қияр краб таяқшалары. Осыны салып, кукурузды алып, консерва түрінде кукурузды алып, жүгеріні саламыз. Суы кішкене ғана қоса берсеңіздер болады. Майонезімізден 2 ас қасық үлкендеу көлемде саламыздағыны жақсылап араластырамыз. Бұл салат өте нәзік. Жасап көріңіздер, бірден ұнайды деген ойдамын. Баршаңызға ас болсын, өте жеңіл салат. Қонақ келген кезде лезде дайын болатын салаттың түрі. Баршаңызға ас болсын.